Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең оңай таразысыз жасалатын пирог дайындаймыз. Жұмыртқа мен қантқа шым-шым тұз қосып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Оған шемішке май және сүт қосып тағы да араластырамыз. Әрі қарай лимон шырыны мен лимон цедрасын қосамыз. Ұн мен қопсытқышты елегіштен өткізіп, екі бөлікке бөліп отырып, миксермен араластырамыз. Массамызды формаға құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минуттай пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.